Салықтық рақымшылық жыл соңына дейін жалғасады. Осы бағытта Маңғыстау ауданы Шетпе кентінде түсінік жұмыстары жүргізілді. Көлік салығы бойынша жыл басынан бері аудан тұрғындарынан 87 миллион теңге көлемінде кіріс түскен. Ал міндетті төлем 55 миллион теңгені құрады. Негізінен заңға сәйкес берешек сомаға есептелген үстеме ақы алынып тасталады. Яғни жүргізушілер негізгі қарызды ғана төлейді. Мамандардың айтуынша өсімпұлды есептен шығару үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Қарыздың бар жоғын мемлекеттік кірістер комитетінің сайты арқылы немесе сызықша салық мобильді қосымшасы арқылы тексеруге болады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың пандемия кезінде азаматтарды қолдауға бағытталған 2020 жылғы 2 шілдедегі заңнамасы аясында салықтық рақымшылықта қарастырылған салықтық рақымшылығы Қазақстан Республикасының азаматтарының санкциялардан босатылуына мүмкіндік беріледі. Бұл дегеніміз барша азаматтардың сапалы әрі әл-ауқаттарын арттырады.